Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мейізбен булочка жасадым. Осылай пышная, жұмсақ, әдем болып шықты. Рецептімен сіздермен бөлісем. Жылы сүтке су қостым, май қостым, қант қостым, тұз қостым, көпіртілген дрожжымды қостым. Қаймақ қостым, 2 қасық. Жақсылап араластырып, керегінше ұн салып, жұмсақ қамыр еледім. Қамырымызды елеп, 1 сағат 1,5 сағатқа жылы жерге орап қойдым. 1 сағаттан соң алып, қамырды майланған жерге қолымызды майлап алып, бірнеше бөлікке осылай бөліп аламыз. Әркім өз қалауынша булочкасын жасайды. Булочканың түрі көп, білесіздер, жасалу жолы. Мен осылай мейіз қосып, осылай жасадым. Жаясыздар осылай, арасына мейізді салып, жартысын мейізбен, жартысын макпен ештеңе қоспайда жасадым. Балалар өйткені мейізді ұнатпайды біздің үйде. Осылай жіп байлағандай қылып байлап, осылай істеп қоясыздар. Булочканың бұл жасалу жолы өте оңай, әрі әдемі шығады. Дайын болған булочкаларымызды табаны майлап, табаға салып, жарты сағат, не болмаса 15-20 минутқа қойсаңыздар болады, көтерілгенше. Содан кейін бетіне жұмыртқасын жағып, магын сеуесіздер. Осы аралықта екінші табаны майлап, екінші табаға тоже ештеңе қоспай булочка жасадым. Мак қостым, бетіне жұмыртқа жағып, мак сеуесіздер. 35 минутта 200-220 градуста пісіріп аласыздар. Бетіне ертілген медті жағып шықтым. Міне осылай әдем болып шығады. Жасап